Саламатсыз ба тыңдаушы мырзалар, бүгінгі күнгі 4-ші тақырыбымыз, дәріс сабағымыз қоғаммен серіктестік қатынастарды қалыптастыру. Тақырыбымыздың мақсаты азаматтардың аудио, фото, бейне жазбаларды түсіру кезінде ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби тәртібін қамтамасыз ету. Тақырыбымыздың тәрбиелік мәні халықпен ашық диалог құра білу, сервистік тәсілдерді енгізе отырып, психологиялық қарым-қатынас орнату болып табылады. Бүгінгі дәріс сабағымызда дәріс жоспары бойынша 2 сұрақ қарастырамыз. Бірінші сұрағымыз: полицияның мемлекеттік органдармен, қоғамдық бірлестіктермен және азаматтармен серіктестігі. Екінші сұрағымыз: азаматтардың аудио, фото және бейне түсірілімін жүргізу кезіндегі ішкі істер орган қызметкерінің іс-әрекеті. Сонымен, тыңдаушы мырзалар, полицияның мемлекеттік органдармен, қоғамдық бірлестіктермен және азаматтармен серіктестікті, қауіпсіздікті қамтамасыз ету бұл полиция мен қоғам арасындағы серіктестіктің негізгі алғы шарты болып табылады. Яғни көшелерде, алаңдарда, жалпы қоғамдық орында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету процесіне қоғамның тартылу деңгейін арттырудың, сондай-ақ азаматтардың тұратын жерлеріндегі қылмыс мәселелердің шешудің шұғыл қажеттілігі болып табылады. Қоғам дегеніміз бұл ортақ мүдделерді, идеяларды, этикалық, моральдық нормаларды, адамдардың өзара қарым-қатынасын зерттейтін іс-әрекет болып табылады. Сондай-ақ азаматтық қоғам адамның саяси, әлеуметтік топтармен жұмыс жасауындағы негізгі алғы шарт болып табылады. Ал серіктестік бұл полиция мен қоғамның қылмыстан қорқуға, физикалық немесе моральдық зиянға және барлығына өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында тату көршілік қарым-қатынастың бұзылуына тиімді қарсы тұру үшін өзара ынтымақтастықты білдіретін ерікті келісім. Қоғаммен өзара әрекеттесу бейресми кездесулер, ресми кездесулер болып 2 түрге бөлінеді. Яғни, белгілі бір мақсатқа жету үшін өзара тұрақты түрде әрекеттесулерден туындайды. Алдын ала әзірленген жоспар бойынша тұрақты міндеттерді орындау үшін халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарында полиция қызметкерлерінің болуы, учаскелік инспекторлардың, ювеналды полиция инспекторлары және тағы басқа өзара іс-қимыл сервистік нысандарын бекіту болып табылады. Ал серіктестік өзара іс-қимыл нысандары болып, біріншіден, тыңдаушы мырзалар, ақпараттық алмасу, конференциялар, форумдар, семинарлар болып табылса, екіншіде тікелей бірлескен қызмет түрлі акциялар, мерекелер, іс-шаралар болады. Үшіншісі, қоғамдық бақылау, алдын алу шаралары, қайырымдылық кампаниялар жатады. Жалпы сервистік тәсілде құқықтық, әлеуметтік, психологиялық оңалту көрсету, қауіпсіздік мәселелерін бірлесе шешу болып табылады. Полиция қызметіне жүгіну тетіктері сервистік үлгіде сіздерге көрсетулі тұр. Келісімдерді, шарттарды, меморандумдарды жасасу және тиімді іске асыру, құқықтық, әлеуметтік және психологиялық көмекке мұқтаж әрбір адамның проблемаларын шешу. Сондай-ақ құқық бұзушылықтарға жол бермеу үшін алдын алу шараларын бірлесіп шешу болып табылады. Сервистік модельде ең бірінші мақсат бұл әрине азаматтармен ортақ тіл табыса білу болып табылады.
Сервистік полициядағы серіктестік халық мәселелер талқылау, мемлекеттік органдар мәселелерді шешу, ғылыми өндірістік бірлестіктер және бақ болып табылады. Бұл жерде қоғамдық бірлестіктер жұмыс жасайды, бақ жұмыс жасайды. Жоспарды жүзеге асыру үшін ең бірінші бізге қажет ынтымақтастық, бақылау, тиімді серіктестік құрамдастық, сонымен қатар проблема анықтау, мәселелерді шешу және мәселелерді талқылау болып табылады. Тиімді серіктестіктің құрамдасы ынтымақтастықтың маңыздылығын түсінетін мүдделі тараптар, серіктестіктер арасындағы сенімді қарым-қатынас, ортақ көзқарас және ортақ мақсаттар, құзыретті мен өкілетті топтық жұмыс стратегиялар, ашық байланыс, мотивацияланған серіктестік, бірлескен күш-жігер жүзеге асыру болып табылады. Іс-әрекет жоспарын қарау. Тыңдаушы мырзалар, дәріс сабағымыздың екінші сұрағына тоқталып кетейік. Азаматтардың аудио, фото, бейне түсірілімін жүргізу кезіндегі ішкі істер органының қызметкерлерінің іс-әрекеттері. Тақырыптың мақсаты жалпы бірінші тақырыпта толық айтылып кетті. Бұл азаматтардың аудио, фото, видео байланыс кезінде өз-өзіне ішкі істер орган қызметкерінің сенімді болуы. Полиция қызметкерінің видеоға түсіру заңды ма? Полиция қызметкерлерінің іс-әрекеттері фото және бейне жазбаға түсіруге Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған. Егер бұл әрекеттер полицияның қызметтік міндеттерін орындауға кедергі келтірсе, мысалы жеке заңды тұлғалардың заңды мүдделері, субъектінің құқықтары мен бостандықтары бұзылған кезде қылмыс, құқық бұзушылық жасалған жерлерден түсірілім жасатуды, тоқтатуды талап етуге құқылы. Қызметкердің фото және бейне камераға түсу кезінде өз-өзін қалай ұстау керек? Сұрақ. Азаматтармен өзара іс-қимыл кезіндегі біздің қызметкерлердің мінез құлқының іс-қимылдары, ұсынылатын сөздер мен дене қимылдары бақылау қажет. Қызметкерлердің әрекеттерін азаматтардың аудио, фото және бейне камера құрылғыларына түсіру барысында әрекет етудің тәсілдері, мінез құлықтардың жалпы ережелері. Өзінің қызметін жүзеге асыру кезінде азаматтардың оларды аудио, фото және бейне камераға түсіру заңды құқығы ретінде қабылдау және өзінің жұмысын қалыпты жағдайда жалғастыру, нысанды киімді кию ережелерін сақтау, азаматтардың іс-әрекеттерін тіркеу мақсатында бейне тітіркегіштің жарамдылығына көз жеткізу қажет. Тыйым салынады. Сервистік полиция қызметінде тыйым салынатын ережелер. Аудио, фото, бейне камерамен түсірілудің жүргізілуінде кедергі жасамау және жасырынбау қажет. Азаматтармен аудио, фото, бейне камера түсірілімін жүргізу кезінде олардан құрылғыларды тартып алуға және түсірілімге физикалық кедергілер жасамау, құқық бұзушының өтініші бойынша өзінің ұялы телефонын алуға және қоңырау шалушымен сөйлесу ұсынуына ұсынылады ұсынысы. Азаматтардың аудио, фото және бейне жазбаларын жүргізу кезінде жағымсыз қарым-қатынас ретінде азаматтардың бейне түсірілімдерін кәсіби даярлығы мен қабілеттің көрсету үшін пайдалану.
құқық бұзушының өтініші бойынша өзінің ұялы телефонын алуға, қоңырау шалушымен сөйлесуге, ұсынысына рұқсат беру. Азаматтардың аудио, фото және бейне жазбаларын жүргізу кезінде өзіне деген жағымсыз қарым-қатынасын реттеу. Азаматтардың бейне түсірілімдерін өздерінің кәсіби даярлығы мен қабілеттін көрсету үшін пайдалану. Егер құқық бұзушы өзіне қойылған талаптармен келіспесе, оларды негізсіз деп санаса, немесе басқа себептермен арандату мақсатында мойынсұнбай өз қызметін, міндеттерін орындауды жалғастырса, мұқият тыңдау. Құқық бұзушының шағымдарын қандай да бір ережелерді бұзғаны жөнінде психологиялық түрде сабырлықпен түсіндіре білу. Қырағылықты жоғалтпау. Қорлау немесе мүмкін агрессивті физикалық әрекеттерді сізді дауға шақыру кезінде мойынсұнбай өз-өздеріңізге сенімді болу. Азаматтармен қарым-қатынасты дұрыс орната білу. Агрессияға жол бермеу. Түсіндіру. Азаматтармен қарым-қатынас кезінде белгіленген заңнамамен қызметкердің іс-әрекеттеріне шағымдану тәртібі әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 44-ші тарауы әкімшілік іс-әрекеттерінде шағымдану тәртібі сотқа дейін істе қарастырылады деп түсіндіруіміз қажет. Құқық бұзушыға ескерту. Егер құқық бұзушы аудио, видео, фото, бейне жазбаға тіркеуді жалғастыра отырып қызметкерді қорласа, міндетті түрде шағымдану тәртібі сотқа немесе жоғары тұрған органға менің әрекеттеріме шағымдануға құқығыңыз бар. Сондай-ақ егер сіз бейне жазбаны ғаламторға немесе әлеуметтік желілерге жариялансаңыз, Қазақстан Республикасының заңының 378-ші бапқа сәйкес әрекеттеріңіз жаза мөлшерінде арттыратын жария түрде немесе бұқаралық ақпаратта құралдарда коммуникация желілерінде пайдалана отырып жасалынса, жауапқа тартылатынын ескерту қажет. Құқық бұзушыға ескертеді. Сонымен қатар сіздің әрекеттеріңіз бейне тіркегішке жазылатынын ескертемін деп. Әрбір полиция қызметкерлерінің өзінің бойында сенімділік болу қажет бұл жерде. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 31 желтоқсандағы 971 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылық жасау фактілерін және іс-әрекеттерін тіркеу үшін техникалық құралдарды пайдалану нұсқаулығына сәйкес бірінші тарау
Төртінші бөлім бейне жетон мен бейне тіркегіштің мақсаты. Құқық бұзушыдан кетпей үшінші тұлғаға мына сөзбен жүгінеді. Сәлеметсіз бе? Сіз бейне түсіруді жүзеге асыруға құқылысыз. Дегенмен сіз қашықтықты сақтауыңыз керек. Және менің қызметтік міндеттерімді орындауға кедергі жасамауыңыз керек. Егер сізде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сіз маған осы азаматқа қатысты әкімшілік рәсім аяқталғаннан кейін оларды қоя аласыз. Егер үшінші тұлға аудио, фото, видео түсіру мақсатында қызметкерге және құқық бұзушыға жақындаса, қылмыскердің танысы болмай тұрып, оны бейне жазбаға түсіріп жатса, үшінші тарапқа ескертеді. Сізге ескертемін, егер сіз осы азаматтың бейнесін интернет желісінде немесе басқа да дерек көздерде жариялау және пайдалануды жоспарласаңыз, заң бойынша азаматтық кодексінің 145 бабы сіз оның келісімін алуыңыз керек деп. Сонымен тыңдаушы мырзалар, 4-ші тақырыбымыз бойынша дәріс сабағымыз аяқталды.